Ассаламу алейкум, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге осындай пирожкидің жасау жолымен бөлісетін боламын. Ең әуелі жылы сүтімізді қоямыз, 1 стакан, одан кейін 1 стакан жылы суымызды қоямыз. Барлығы жылы болуы керек. 1 ас қасық қантымызды, құм шекерімізді саламыз. Одан кейін 1 шай қасық тұзымызды саламыз. Одан соң құрғақ қашытқымызды саламыз, 1 ас қасық. Барлығын сап болғаннан кейін жақсылап араластырып, 2 қасық сұйық май қоямыз, 2 ас қасық. Одан кейін 2 дана жұмыртқамыздың ақ уызын салатын боламыз. Сарысын ең соңында бетіне жаққанға қойып қоямыз. Неке барлығын салып болғаннан кейін жақсылап араластырып, одан кейін ұнымызды аз-аздан сала отырып, қамыр илейтін боламыз. Қамырын жұмсақ қылып илеп шығамыз. Ұнымызды аз-аздан сала отырып араластырсақ, ұнымыздың көтерілуіне де жақсы себеп болады. Менде 6 стакандай ұн кетті. Солай ұнымызды аз-аздан сала отырып, қамырымызды жұмсақ қылып илеп шығамыз. Осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Сіздерге де жақсы шығады деген ойдамын. Астындағы жазба бөліміне жазып қойдым рецептісін, сол жерден көре аласыздар. Осылай 1 стаканына шамамен 6 стакандай ұн кетті. Осылай 1 стаканнан салып, ұнымызды араластырып отырып, одан кейін ең соңында қамырымызды илейтін боламыз. Неке осылай қоймажың болған кезде қамырымызды илеп бастайтын боламыз. Қамырымызды бастапқыда қатты илесек, онда қатты болып кетеді. Сондықтан бастапқыда жұмсақ қылып илесек, қамырымыз жұмсақ болып, қамырымыз тез көтерілетін болады. Неке қамырымызды илеп болайын дедік. Енді бетін жауып, жылы жерге орап қоямыз көтерілгенге дейін. Қамырымызды 1-1,5 сағатқа ашытуға қойып қоятын боламыз. Оған дейін салмасын дайындайтын боламыз ортасындағы. Картопымызды осылай ұсақтап турап алып, қайнатып, пісіріп алатын боламыз. Картошкамызды осылай ұсақтап турап салғанымыз жақсы болады. Бүтіндей сала салғаннан гөрі осылай ұсақтап турап салсақ, тез пісуіне ыңғайлы болады. Одан кейін 1 дана пиязымызды ұсақтап турап, майымызда сөл шыққанша қуырып алатын боламыз. Картопымызға пиязымызды қоссақ, өте жақсы дәм беретін болады. Бір ескере кететін жайт, пиязымызды қуырғанда май аз болса, онда пияздан дәм шығып қалады. Сондықтан пиязды қуырған кезде майын өте аз қылмай, қалыпты мөлшерде құйсақ, сонда пиязымыз жақсы қуырылып шығатын болады. Мінекей картопымыз пісіп дайын болды. Енді езгішпен немесе осылай картопымызды езіп алатын боламыз, дайындап. Осылай ұсақтап езіп, одан кейін үстіне қуырылған пиязымызды салып, дәміне қарай тұз қосатын боламыз. Бұрыш және де әртүрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Қоспайым десеңіздер де ол өз еріктеріңізде. Одан кейін осылай жақсылап араластырып аламыз. Сонымен салмасы дайын болады. Одан кейін мінекей қамырымыз ашып дайын болды. Енді осы қамырымызды алып, бөліктерге бөліп шығамыз. Қамырымызды осылай дөңгелектеп 20 шақты бөлікке бөліп, осылай бетін жауып 15 минутқа қалдырып қоямыз. Бетін жауып қойсақ, жақсы көтерілетін болады. 10-15 минутқа бетін жауып қоямыз. Содан көтерілгеннен кейін алып, осылай сәл-сәл басып, осылай қолымызбен тегістеп, шет-шетін тегістеп, одан кейін ортасына салмамызды салып, түйе беретін боламыз. Неке тегістеп болдық, енді ортасына 1 қасықтай салмасын салып, одан кейін 2 жағын мықтап бекітіп, 2 жағын мықтап жаппасаңыздар, картопы сыртына шығып кетуі мүмкін. Сондықтан 2 жағын мықтап бекітуіміз керек. Неке осылай жақсылап, біраз қолымызбен осылай басып тегістеп аламыз. Одан кейін ортасына осылай салмамызды салып, 2 жағын біріктіріп, осылай дәл видеода көрсетілген бойынша түйіп шығатын боламыз. Неке осымен тоқашымыз дайын болды. Енді табамызды дайындап, үстіне сұйық майымызды жағып, осы тоқаштарымызды орналастырып, табамызға, одан кейін бағанағы жұмыртқаның сарысын жағатын боламыз бетіне. Осылай сәндік үшін бетін осылай кессеңіздер болады. Кескен кезде пышақтың ұшымен кессеңіздер, сонда тез кесілетін болады. Одан кейін 200 градуста қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Менде 20 дана тоқаш шықты. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.